Шалған ертегісі. Ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Көктемде шал шалған егеді. Өс, үлкен боп өс деп айтады екен. Бір күні шалған үлкен боп өседі. Шал шалғанды ары тартады, бері тартады, үзілмейді. Шал кемпірді шақырады. Кемпір шалдан ұстап, шал шалғаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, үзілмейді. Кемпір немересін шақырады. Немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалғаннан ұстап, ары тартады, бері тартады. Шалған үзілмейді. Немересі Жучка итін шақырады. Жучка немересінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалғаннан ұстап, ары тартады, бері тартады. Шалған үзілмейді. Жучка мысықты шақырады. Мысық Жучкадан, Жучка немересінен, немересі кемпір, кемпір шалдан, шал шалғаннан ұстап, ары тартады, бері тартады. Шалған үзілмейді. Мысық тышқанды шақырады. Тышқан мысықтан, мысық Жучкадан, Жучка немересінен, немересі кемпір, кемпір шалдан, шал шалғаннан ұстап, ары тартады, бері тартады. Сонда шалған үзіліп кетеді. Сөйтіп, кемпір тамақ жасап бәрін шақырады. Бірігіп жасаған жұмыс кез келген жұмыс жеңіл болады.